шын деп жүрсем, өтірік айтыпсың. Алаяқ. Бұны тапқырлық дейді жарқыным. Сосын алаяқ мен емес, анау. Тоқта! Бері қарап пысық неме, сен тұтқындалдың. Қойшы, не үшін? Не үшін дейсің бе? Рұқсат қағазынсыз балмұздақ саттың, кеден салығынан жалтарып тауар тасымалдадың, жалған сапа. Рұқсатнама, төленген салық түбіртегі сапасы жалған нәрсемен айналысқан емеспін. Сау бол. Балмұздақ таяқшасын қызыл қайың деп сатқаның өтірік пе? Саттым. Өтірік емес, қызыл екені рас, қайың екені де рас. Ұстай алмайсың сәбіз. Туғалы бері осы кәсіптемін. Мені бұлай кемсіткенің үшін өкініп қап жүрме. Кешір, түріңе қарасам, ауылдың оқымаған қарапайым қызы сияқтысың. Олай емес пе? Жоқ. Мектепті алтын белгімен академияны қызыл дипломға бітіргем. Ал мақұл. Онда бұлай елестетіп көрейік. Ауылдың ашық ауыз арманшыл қызы бір күні қараңдар маған, аңдар шаһарына кетіп барам татулық пен берекенің ордасына деп тартып отырады. Ал келсе, түк жоқ, бәрі әншейін өтірік. Сақшы болам деген асқақ арманшы. Ол да қиял, аңдығаны көлік. Ал одан да сорақсы, оның не ойлап жүргенімен ешкімнің шаруасы жоқ. Көп өтпей ақлаудаған үміттен, тау қопарар жігерден тымтық қалмайды. Барар жер басар тау қалмаған соң, басы салбырап, көзінен сорасы ағып, ауылым, алтын бесігім деп үйіне тайып тұрады да. Мектепті ауылда бітірдім дедің бе? Сенен мықты диқан шығар. Дұрыс айттым ба? Байқағаның жөн, әйтпесе арман түгіл амандығыңа зар боласың. Тұра тұр, мен ешкімнің ақылына зәру емеспін. Әсіресе жұртты алда барбаудан басқа қолынан ештеңе келмейтін алдам көз алаяқтың, ұқтың ба? Онда түсіндірейін. Жұрттың бәрі аңдар шаһарына келсе қалағанымыз болады деп ойлайды. Бос қиял. Кім болсаң, сол боп қаласың. Алаяқ түлкі, ақмақ қоян. Тапқан екенсің ақымақты. Иә, аяғының астына қара одан да. Сенен полиция шықпас. Дегенмен тәп-тәуір қызсың. Қызсына қатысқаның жөн. Кездескенше.